сәлем, бұл өнер арнасы. Арнаға жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер және мені қолдаңыздар. Бүгінгі айтатын тақырып Гүлзира Айдарбекова үйсіз қалған Жұлдыз Әбдікәрімоваға қатысты пікір білдірді. Отандық танымал продюсер Гүлзира Айдарбекова келіні Жұлдыз Әбдікәрімоваға қатысты даулы жағдайға пікір білдірді. Гүлзира Айдарбекова TikTok әлеуметтік желісіндегі тікелей эфир кезінде отбасына неге көмектеспейді деп Қайрат Нұртасты сөгетіндерге жауап берген. Продюсер бұл жағдай Әбдікәрімоваға сабақ болғанын айтты. Алданып қалды, ол жерде мені де Қайратты да ақылдасқан жоқ. Өзі де кішкене көріп жатыр, өз қателігін мойнымен көтеріп, ол да тырысып жатыр. Кішкене басына тигені жақсы. Әр нәрсенің қадірін біледі. Ол үйде оңайлықпен келген жоқ. Қайрат екеуміз неше күн, неше түн ұйықтамай концерт беріп, дизайнерлермен ремонт жасап, жиһазын алып берген үй болатын. Кішкене көрсін, Қайраттың бала-шағасы үйсіз қалмайды, Жұлдыз да үйсіз қалмайды, бірақ арасына уақыт керек. Үй алу оңай емес, ол да қымбат үй болды. Мен үйімнен айырылып қалсам, ертең барып ала салатын оңай дүние емес, деді ол. Оның артында Қайраттың еңбегі тұр. Қайратты адам, ол үшін артық сөздің керегі жоқ, деді Айдарбекова ханым. Продюсер Жұлдыз Әбдікәрімоваға $100 000 үйінде тұрмайтынын айтты. Сіздер уайымдамай-ақ қойыңыздар, үй алынбай жатса да миллион теңгеге жалдап тұрып жатыр. 3 айда 3 миллион жалдап тұрып жатыр. Бала-шағасының барлығы қымбат мектептерде оқиды. 3 ай сайын 4,5-5,5 миллион теңге төлейді. Шопырына да төленеді. Қайраттың тарапынан бар жағдай жасалынып отыр. Сол үшін мені Қайратты кінәлап керегі жоқ. Қайрат бала-шағасын үйсіз қалдырмайды. Құдайға шүкір, отбасын Жұлдызды жақсы көреді. Сені сүйем деген ән босқа шыққан жоқ. Жұлдыз да менің алғашқы қызығым, ол қандай болса да менің келінім. Сол себепті мен қолымды кесіп, оны жамандай алмаймын. Бәрі менің бала-шағам, менің ұрпағым. Қазір Жұлдыз $100 000 үйінде отырады деп тұрсыз ба? Олар жақсы нәрсеге үйренгеннен кейін қымбат үйді қалайды. Ол үшін Қайратқа қаншама жұмыс жасау керек. Еске салайық, бұған дейін танымал қазақстандық актриса Жұлдыз Әбдікәрімова алаяқтарға алданып қалғанын айтқан болатын. Кейін актриса бұл алаяқтарға алданып қалған жалғыз ол емес екенін мәлімдеді. Өнер иесі сотқа шағымданғаннан кейін алаяқтар туралы деректер жарияланып бастаған соң, оған дәл осы компаниядан үй аламын деп ақшасынан айырылып қалған адамдар да хат жаза бастапты.